Баршаңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім. Сіздермен бүгін осындай қарапайым ғана заттан керемет лимон шоғын жасайтын көрсетемін. Мынау бізге қажет емес артық жерін алып тастайтын боламыз. Бұны кесіп алып тастаймыз дағыны. Жай ғана қауашақ жасаймыз. Мына бізде нәтижесінде осындай қалбырға қауашағымыз дайын болды. Мынау кесіп алып тастаған бөлігіміз бұл бізге қажет емес. Енді бізге осындай фоамираннан кесілген жолақтар қажет болады. Біз осылай дайындап аламыз. Алдымен жабыстырып, бір ақ түсін осылай жабыстырып шықтым. Енді келесіде мен үстінен мынау сәл қаралау түсін осылай етіп корзинка тәріздес шахмат түрінде осылай өткізіп шығатын боламын арасынан. Төгілісіп шығамыз. Қараңыздар, нәтижесінде бізде осындай қауашақ пайда болды. Мына бізде фоамиран керек емес артық бөліктерін өстіп жабыстырып тастаймыз ішке қарай қайырып. Міне дайын қауашақ пайда болды, өте әдемі көрінеді. Енді бізде мынау астыңғы бөлікке мынау жанындағы бөлігін өстіп сәндеп шығатын боламыз. Ол үшін бізге мынандай 3 жолақты фоамиранды аламыз дағыны. Осы бас жағын шамалы желіндеп жабыстырып аламыз дағыны. Қарапайым тәсілмен өріп шығатын боламыз. Қараңыздар, міне жай ғана осылай өріп шығамыз. Бұл бізде қауашағымыздың сыртын және де астыңғы бөліктерін сәндеу үшін қажет болады. Міне осылай етіп жабыстырып шығуымыз керекпіз. Үстіне және астына. Қараңыздар, жан-жағын осылай әдемілеп сәндеп шықтық. Және де астыңғы бөлігін қараңыздар, қандай әдемі көрінеді. Өте жинақы, өте әдемі. Және де бізге осындай қарапайым ғана пенопласт қажет болады. Бұл дайын сатылады, фурнитура, яғни ине жіп сатылатын дүкендерде. Осыны осылай бояп шығамыз. Кез келген краскамен боя берсеңіздер болады. Менде қазір мынау шамалы ғана осылай жылтырлақ сеуіп қойдым сәндік үшін. Бұл қарапайым ғана тортқа арналған жылтырлақ. Ал енді мына жерде біз красканы қараңыздар, сары түсменде. Мынау менде дәл қазір бояп тұрғаным осындай декола. Болмаса осындай акварель дегенмен краска десеңіздер де болады. Және де міне біздің заттарымызды осылай дайындап аламыз. Біз алдымен мына шелектің түбі ауырлау үшін, яғни болашақта кішкене салмақ болу үшін біз жай ғана цементті аламыз да осылай суға араластыратын боламыз. Бұл бізге шелегіміздің түбіне салмақ беріп тұрады. Яғни мына қауашағымызды өте жеңіл болса, ол тез құлап кетуі мүмкін. Сол үшін біз сәл салмақ қосу үшін ауырлатуымыз керекпіз. Және де жай ғана пенопластпен, пеноплекспен міне изолонды өстіп жабыстырып шығамыз. Және де мынандай оралған тейп лентамен оралған сымтемірлерімізді осылай лимонға қадаймыз, жабыстырамыз желіммен. Міне енді изолоннан гүлдер жасайтын боламыз. Лимонның гүлдері міне ақ изолонды осылай зубочисткамен, яғни тіс шоқығышпен осылай қарапайым ғана кесіп шығамыз. Және де ортасынан дайын тычинкалар алдым мен. Оны осылай етіп дәл ортасына салып жабыстырып шығамыз. Біздің гүліміз дайын болды. Енді бұны сабағын жасауымыз керекпіз. Ол үшін біз тычинканың астындағы осылай темірін алып аламыз дағыны. Оны жай бас жағын қайырып осылай етіп гүл жасап шығамыз. Енді біздің гүліміз тік болып қалды. Оны біз шамалы енді майыстыруымыз қажетпіз. Яғни әдемі формасына келтіру үшін осылай сәл ғана ысытып жібереміз дағыны, өстіп қайырып шығамыз. Енді лимонның сабағын жасаймыз, яғни
басты жаңағы қауашаққа жинау үшін осылай лимондарымызды бір-бірлеп өстіп сабақтарын гүлімен жемісімен қосып өстіп әдемілеп сәндеп дайындап шығамыз. Және де мынандай жапырақтарын қосамыз арасына. Бұны желімен жабыстырып шығамыз. Астына көрінбес үшін осылай жабыстырып қойсаңыздар болады. Міне енді бізде таяқшаларымыз дайын. Міне барлығын жасап болдық. Енді бізде жинау ғана қалды. Ол үшін біз бір-бірлеп осылай сабақтардың барлығын қосып аламыз дағыны шамалы өстіп өзінің әдемі формасына келтіріп, осылай тейп лентамен орап шығатын боламыз. Қараңыздар, орап шықты мен тейп лентамен. Дайын болды. Енді ортаға орналастыру үшін біз осылай орын дайындап аламыз қауашақтың ортасына. Кезік көреміз, яғни тура келеді. Біздің болашақта лимонымыз шығып кетпес үшін өстіп ыстық желіммен толтырып шығамыз. Нәтижесінде қараңыздар, осындай керемет лимон пайда болды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, және де пікір қалдыра кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.